алушылар, сіздің назарыңызға дәріс 10. Ауыл шаруашылығы алқаптарын арамшөптермен ластануын есепке алу және картаға түсіру әдістері. Қарастырылатын сұрақтар: арамшөптерді зерттеу түрлері және олардың негізі, арамшөптермен потенциалды және іс жүзінде ластануы, егістердің арамшөптермен ластануын картасын жасауға қажетті мәліметтер. Арамшөптерді зерттеу түрлері мен олардың негізі. Алуан түрлі экологиялық факторларды әдетте абиотикалық, биотикалық және антропикалық факторлар деп алатын үш топқа бөледі. Біріншісі енді абиотикалық немесе анорганикалық факторлар дейді. Бұл топқа климат, температураның, ылғалдылықтың, жарықтың және басқа ауа райы құбылыстарының әсері. Және топырақ немесе эдафикалық деп топырақтың механикалық құрамы, оның температурасы, ылғалдылығы және басқа да жағдайлар. Осындай факторлар жатады. Екінші, биотикалық немесе органикалық факторлар. Бұл топқа көбінесе керісінше коректік заттарды пайдалану негізінде туатын әртүрлі түрі организмдердің өзара қарым-қатынастарын ерекшеліктерін жатқызуға болады. Үшінші, антропик немесе антропогендік факторларға адам әрекетіне байланысты туатын факторлар туып жатады. Зиянды организмдердің көпшілігі денесінің температурасы тұрақсыз және жануарлар тобына жатады. Олардың активті түрде тіршілік етуі әр түрдің тек өзіне ғана тән белгілі бір температура диапазоны аралығында ғана мүмкін болады. Қоршаған орта температурасы сол шекаралық температурадан төмен немесе жоғары болса, онда организмнің денесі тоңазып немесе ысып кетеді және тіршілік әрекетін тежейді. Түрдің дамуына мүмкіндік туатын температура аралығының жоғарғы және төменгі шекаралардың даму табалдырықтары. Ал шектердің аралығында температура диапазонын тиімді температура деп атайды. Даму кезеңін аяқтау үшін әрбір организмге белгілі бір мөлшерде жылу энергиясы, яғни сол түрге ғана тиісті тұрақты тиімді температура жинағы қажет. Мысалы, күздік көбелектің бір ұрпағының дамуы үшін 1000 градус Цельсия температурасы қажет. Ал енді алма жемір көбелек үшін 725 градус Цельсия температурасы қажет. Ал қызылша бітесі үшін 120 градус Цельсия тиімді температура жинағы қажет болады. Тиімді температура жинағын осындай формула арқылы анықтауға болады. С тең температура жинағы, одан температурасын алып тастайды зиянды ағзаның. Мұнда Т деген енді нақты бақыланған температура, Т үлкен, Т төменгі, Т кішкентай төменгі даму табалдырығы. Ал енді оны дейтін көбейтеміз. N-ға деп мысалы тұрмына формулада N ол даму ұзақтығы немесе тәулік саны. Даму табалдырығы мен температура жинағы белгілі болса, онда тұрақты температура жағдайында организмнің немесе түрдің даму ұзақтығын табуға болады осы формула арқылы. Мысалы, қырыққабат күйесінің даму үшін төменгі даму табалдырығы 14 градус Цельсия температура болса, ал температура жинағы бұларға 180 градус Цельсиясы қажет. 20 градус температура тұрақты температурада олар 30 күнге дейін дами алады. Сондықтан формулаға салғанда бұларға
даму ұзақтығы 30 күн қажет болады. Даму табалдырығы және тиімді температура жинағы арқылы поливольтинді түрлердің бір маусым ішінде қанша генерация беретіндігі білуге және жеке даму фазаларының шығу мерзімдерін есептен шығаруға болады. Бірақ көпшілік жағдайда тиімді температура жинағын пайдалану тәсілмен есептесе, нақтылы көрсеткіштердің едәуір ауытқып беретіндігі дәлелденеді. Мұндай ауытқулар ылғалдылықтың немесе қоректік заттардың жетіспеуі салдарынан даму ұзақтығының қысқаруынан болады. Жыл сайынғы айлық температуралар мен айлық жауын шашынның жинағының орта мөлшерін пайдалана отырып, белгілі бір мекен қатарынан бірнеше жылға жасауға болады екені анықталды. Арамшөптермен потенциалды және іс жүзінде ластануын анықтау. Топырақ ерітіндісіндегі тұздардың концентрациясы жауын шашынның аз немесе шамадан жоғары болуына байланысты жиі өзгеріп тұрады. Органикалық заттардың топырақтағы мөлшері өсімдік қалдықтарына бай топырақта әрқашанда организмге өте көп кездеседі. Себебі органикалық заттардың өздері сапрофактор үшін, яғни насекомдар мен кенелердің және нематодтардың көпшілік түрлері үшін қорек көзі болып есептеледі. Топырақта органикалық заттардың мөлшері өте көп болса, онда фитофактордың зиянкестің әрекетінен дәрежесі төменірек болады. Себебі ол заттарды жартысын фитофактор қорек ретінде пайдаланады. Мысалы, Геляровтың жасаған тәжірибесі бойынша осындай зақуыңыздан зақымданған күм салған ыдыстағы өсімдіктердің өлуі гумустың 9% мөлшері бар топырақ салынған ыдыстағысына қарағанда 1,5 немесе 2 есе жоғары болатындығы дәлелденді. Биотикалық факторларға әртүрлі организмдердің арасындағы тіршілік әрекеттер процестері пайда болатыны өзара қарым-қатынастар жатады. Олардың ішінде ең негізгілері организмдердің қоректік заттарға қатынасы және соның негізінде туатын өзара байланыстарды жатқызады. Егістердің арамшөптермен ластануын картасын жасауға қажетті мәліметтер. Өсімдіктердің зиянкестермен зақымдануынан осындай типтері болады. Біріншісі, жапырақтың зақымдануы, өрескел дөрекі желінуі, көбінесе ауыз мүшелері кеміргіш зиянды ағзалар әдетте шетінен бастап жет, тек сабақшасы мен жуан жүйкелерін ғана қалдырады. Мұндай зақымдану көбінесе ауыз қуыс аппараттары кеміргіш жәндіктерге тән болып келеді. Ал тесік жасап жеу зақымданған жапырақ тканінде әртүрлі пішінді ірілі ұсақты тесіктер пайда болады. Мұндай зақымдау көбінесе ауыз қуыс аппараттары кеміргіш жәндіктерге тән болып келеді. Ал енді әшекейлі жеу жапырақты шетінен бастап әшекейлі ойықтар жасап жейді. Бұлар ауыз қуыс аппараттары кеміргіш жәндіктерге тән. Қанқалап жеу жапырақ ұлпасының бір жағы қырылып желінеді, ал екінші жағы эпидермис мөлдір жұқа қабық түрінде сақталады. Немесе жапырақ ұлпасы екі жағынан да желінеді. Соңғы жағдайда барлық жүйкелер өте ұсақтары да түгелдей сақталады. Бұндай түрі көбінесе ауыз қуыс аппараттары кеміргіш түрлерде байқалады. Және соларға тән белгі болып келеді. Мені жасап жеу жапырақ ұлпасының кеулеп, жол салып, немесе оның паренхимасынан кен
қуыс жасап зақымдауды атауға болады. Бұлардың көпшілік жағдайда ауыз қуыс аппараттары сорғыш зиянкестерге тән белгі болып келеді. Жапырақтың түсін өзгертуі өсімдік шырынын сорып қоректенетін жәндіктерге тән белгі болып келеді. Көбінесе жапырақ бетінде қоңыр, сары, қызғылт немесе күміс түсті дақтар пайда болады. Болмаса ұлпасының зақымданған бөлігі өнсізденеді. Жапырақтың деформациялануы, ширатылуы немесе кеңірдектенуі. Бұлар бұндай зақымданудың түрі ауыз аппараты шаншып сорғыш жәндіктерге тән белгі және зақымдаған кезде сілекейінің әсерінен болатындығы анықталды. Назарларыңызға рахмет. Дәріс аяқталды. Сау болыңыз.